Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 2-2 тақырып вирусқа қарсы қауіпсіздік. Сабаққа негізделген оқу мақсаты 7.1.2.1 компьютерді зиянды программалардан қорғау. Бүгін сабақта үйренеміз. Компьютерлік вирустар туралы, резиденттік және резиденттік емес вирустар туралы, компьютерлік вирустардың жіктелуі, компьютерді вирустан сақтаудың негізгі тәсілдері, вирустан сақтану үшін қолданылатын программалар. Ал оқушылар компьютерлік вирусқа тоқталамыз. Компьютерлік вирус дегеніміз арнайы жазылған шағын көлемдегі кішігірім программа. Вирустық программа өздігінен басқа программалардың алдына немесе соңына жазылып, оларды бүлдіреді. Құрамында вирус табылған программаны ауру жұққан немесе бүлінген программа дейді. Вирустың басқа программаларды бүлдіруі немесе оларға зиян келтіруі көбінесе бірден білінбейді. Вирус өзінің бүлдіру әрекеттерін орындаған соң, жұмысты басқарудың негізгі программасына өтеді. Вирус жұққан программа әдеттегідей жұмысын жалғастыра береді. Бастапқы кезде компьютердің жұмысына қарап, вирус жұққандығын байқау өте қиын. Бірақ белгілі бір уақыт аралығынан кейін компьютер жұмысында ауытқулар байқалады. Вирус жұққан компьютердегі ауытқулар мынандай болады. Экранға белгісіз мәліметтер, символдар шығады. Кейбір программалар жұмыс істеуін тоқтатады. Экранда кенеттен әртүрлі бейне және дыбыстық эффектілер пайда болады. Файлдардың ашылмай қалуы мүмкін. Компьютердің жұмыс істеу жылдамдығының төмендеуі. Қазіргі кезде вирустарды екі топқа бөлуге болады. Резиденттік және резиденттік емес вирустар. Резиденттік вирустар компьютердің жадында тұрақты сақталады. Программа іске қосылғанда іске қосылады. Жедел жадқа өздігінен көшіріледі және алғашқыда әсері сезілмейді. Ал резиденттік емес вирустар жедел жадқа тұрақты күйде жазылмайды. Вирустың әсері тиген программа іске қосылғанда белсенділігі артады. Вирустар файлдардың ішінде жасырынады. Компьютерлік вирустардың мақсатына, жұмыс логикасына, көлеміне және жұмыс істеу аумағына қарай жіктелуі. Олар мынандай болып жіктеледі. Бірінші, ұстағыш вирустар. Бұл ұстағыш вирустар программалық құралдардағы қателіктер мен дәлсіздіктерді пайдаланады. Көлемді программаларды түзету кезінде белсенділік көрсетіп, программаға жабысатын түрлі зиянды әрекеттерді орындайтын вирустар. Екінші, логикалық бомбалар. Логикалық бомбалар баяу әсер ететін бомбалар. Қарапайым программаларға кіріп, жасырынып жатады. Тек белгілі бір шарттар көрсетілген күн, ай мерзімінде немесе уақытта программаның орындалуының белгілі кезеңінде орындалғанда ғана әсер ете бастайды. Шарт орындалғанға дейін барынша көп программаны бүлдіруге тырысады. Үшінші, құрттар. Құрттар жүйелік программалаушылардың ақпараттық есептеу желілеріне бос тұрған ресурстарын анықтау программасына кіріп, бос құрылғыларды тектен-тек жұмыс істеу мәжбүр етеді. Мысалы, оларды шексіз циклге енгізіп, бекерден-бекер жұмыс істетіп қояды, немесе қажетсіз мәліметтерді баспаға шығартады. Төртінші, троян аттары. Қарапайым қолданбалы программаларға еніп, рұқсат етілмеген әрекеттерді орындатады. Жасырын ақпараттарды оқып, жария етеді. Жедел жадтағы ақпараттарды басқа жаққа жібереді. Жасалу құрылымы мен көбею жолы оңай болғандықтан, көбіне компьютер желілерін толық жайлап алады. Вирустан троян аттармен аталуы ежелгі грек тарихымен тікелей байланысты. Грек әскерлері үлкен ағаш ат жасап, соның көмегімен Троя қаласын жасырын кіріп басып алған. Келесі, компьютерді вирустан сақтаудың негізгі тәсілдері мынадай. Бірінші, ақпаратты қорғаудың жалпы шараларын орындау. Екінші, ескіні физикалық зақымданудан сақтауды іске асыру. Үшінші, дұрыс жұмыс жасамайтын программаларды қолданбау. Төртінші, жұмыс барысында техникалық қателікті жібермеу. Бесінші, ақпаратты көшіргенде вирусқа қарсы программамен тексеру. Алтыншы,
вирус шығуынан сақтайтын арнайы программалар қолдану. Вирустан сақтану үшін қолданылатын программалар түрлері. Бірінші, детектор программалар. Бұл программалар бұрыннан белгілі бір вирус түрлерін қорғай алады. Жаңа вирустарға оларға дәрменсіз. Доктор программалар. Доктор программалар немесе пактар вирус шыққан программалар мен дискілердің вирустарын өшіру арқылы емдеп, оларды бастапқы қалпына келтіреді. Ревизор программалар. Бұл ревизор программалар алдымен программалар мен дискінің жүйелік аймағы туралы мәліметтерді есіне сақтап, содан соң оны кейінгісімен салыстырады. Сүзгі программалар. Сүзгі программалар компьютердің жедел жадына тұрақты резидентті орналасады. Вирустардың зиянды әрекетін тоқтатып, компьютер пайдаланушысын дер кезінде хабарлап отырады. Хабарламадан кейін вирусты жою немесе оны тазалау жайлы шешім қабылдау пайдаланушыға байланысты болады. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Бүгін сабақта не меңгердік, сол туралы бекіту сұрақтарын жібереді. Бос орынды толтырыңыз. Компьютердің вируспен зақымдалғанның негізгі белгілері. Екінші, компьютер программасына вирус кіріп, жұмыс істеу қабілетін бұзғанда оның жұмысын қайта қалпына келтіруге бола ма? Үшінші, компьютерде вирус қайдан пайда болады? Төртінші, компьютер вирустарды әсер ету дәрежесіне байланысты қалай жіктеуге болады? Бесінші, компьютер вирустан қалай қорғануға болады? Адасқан әріптерді орнына қою арқылы тақырыпқа байланысты сөздер шығарыңыз. Бірінші, сиру. Екінші, тирусбян. Үшінші, тік пен трези. Төртінші, ғауор. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Үйге тапсырма, оқу тапсырмасы 2-2 вирусқа қарсы қауіпсіздік. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.